Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі шығарылымда әр үйдің ас бөлмесінде кездесетін лавр жапырағының пайдасы мен зиянын білетін боламыз. Лаврды халық медицинасында көп қолданылатынын біріміз білсек, біріміз білмеуіміз мүмкін. Оның құрамындағы эфир майы органикалық қышқылдар қабынуға қарсы әсер етеді. Лавр жапырағы субтропикалық климатта күн сәулесінен энергия алып өседі. Сол себепті оның адам ағзасына пайдасы өте көп. Енді біз көптеген дәрі-дәрмектің орнын қарапайым жапырақтың баса алатынын білеміз. Лавр жапырағы көптеген аурулардың алдын алуға көмектеседі. Диабет кезінде лавр жапырағының көмегімен қаныңыздағы қант мөлшерін төмендете аласыз. Ол үшін термосқа 10 жапырақ салып 3 стакан қайнаған су құйыңыз. Тұнба 3 сағаттан кейін дайын болады. Бұл емдік сусынды күніне 3 рет, тамақтан жарты сағат бұрын ішіңіз. Емделу курсы 2 апта. Әйелдер үшін маңызды рецепт. Арықтағыңыз келсе, 5-6 лавр жапырағын ұсақтап, үстіне 1 стакан су құйып, 12 сағатқа қойып қойыңыз. Ертесіне лавр суын 15 минуттай қайнатып, 30 минутқа аузын жауып тұндырып қойыңыз. Содан соң сүзіп алып, сусынды күніне 3 рет ішіңіз. Емделу курсы 1 апта. Одан кейін міндетті түрде 2 апта үзіліс жасау керек. Сусын дәмді болу үшін бал, жаңғақ секілді дәмдеуіштер қосуға болады. Лавр жапырағының әйелдерге пайдасы. Лавр дәмдеуіш сетекер циклінің бұзылуына тиімді көмек көрсетеді. Несеп жыныс жүйесінің қабынуына жеңілдетуге көмектеседі. Сонымен қатар лавр салмақ жоғалту үшін пайдалы. Оның құнды қасиеттері косметологияда белсенді қолданылады. Өсімдік бет терісін жасартады және безеулермен күреседі. Лавр жапырағының ерлер үшін пайдасы. Күшті жыныстың өкілдері үшін пайдалы лавр ең алдымен оның диуретикалық қасиеттерімен құнды. Өсімдік негізінде препараттар бүйрек аурулар мен уронитикалық қабынуды емдеуге көмектеседі. Лаврушка құрамындағы мырыш ерлердің ұрпақты болу жүйесінің дұрыс жұмыс жасауына ықпал етеді. Қарт адамдарға пайдасы. Дәмдеуіштерді әсіресе қартайған кезде қолдану ұсынылады. Ең алдымен лаврушка қан қысымын реттейді және қан тамырларының атеросклероздан қорғайды. Сонымен қатар өсімдік егде жастағы адамдар жиі зардап шегетін аяқтардың ауырсынуға көмектеседі. Лавр бұлшықет қабынуын жеңілдетеді және қан айналымын жақсартуға көмектеседі. Қанның тоқырауын болдырмайды. Ауыз қуыс ауруларына қарсы. Егер аузыңыздан жағымсыз иістер шықса, сіздің қызыл егіңіз ісінсе, қанжел, стоматит, гингивит секілді ауруларға ұшыраған болуыңыз мүмкін. Олардың алдын алу үшін тамақ арасындағы үзілісте лавр жапырағын шайнаңыз. Ара шағып алған кездегі сезім бәрімізге таныс шығар. Егер сондай жағдайға тап болсаңыз, лавр жапырағын ара шыққан жерге басып қойыңыз. Қабыну тез арада кетеді. Лавр жапырағы буын ауруын жеңілдетуге көмектеседі. Сондай-ақ буындардағы тұздарды кетіреді. Артрит және басқа да буын ауруларының ауырсынуды жеңілдету үшін қолданылады. Косметологияда қолдану. Үй медицинасында лавр жапырақтары бет және шашқа арналған маскалар мен тониктер жасау үшін қолданылады. Мысалы, бет пен мойынға арналған тоник, лосон, безеу, фурункул, қартаю одақтары әжім үшін өте тиімді. Лосонды дайындау үшін жарты стакан сумен 25 лавр жапырағын құйып, шамамен 5 минуттай қайнатып 4 сағаттай тиіспеңіз. Косметологтар бұл лосонды күнделікті бет пен мойынның терісін сүрту үшін қолданылады. Таңертең және кешке. Теріңіз майлы болса, лосонға арақ қосу ұсынылады. Бір ас қасықтан артық емес. Егер бұл лосон үнемі қолданылса, әсері бірнеше күннен кейін байқалады. Тері тесіктері тарылады, тері күңгір және тегіс болады. Қайызғақтан құтылу үшін басыңызды лавр жапырағының қайнатпасымен шаю керек. Ол өте қарапайым дайындалады. Лавр жапырағының 30 грамын алып, 1 литр қайнаған суға құйып, шамамен 2 сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін шая беріңіз. Мұндай қайнатпамен шайғаннан кейін шашты қыздырмай кептірген жөн. Шаштың жылдам өсуі үшін лавр жапырағы мен зәйтүн майынан қоспа дайындалады. 7-8 жапырақты алыңыз, ұсақтап ұнтақтаңыз және 70 мл зәйтүн майымен араластырыңыз. Қоспаны ыдысқа құйып аузын жабыңыз және тұндыру үшін 7-10 күн қалдырыңыз. Дайын қоспаны бас терісін жағып шамамен 40 минуттай ұстаңыз. Содан кейін шашты әдеттегідей жуып тастаңыз. Шаштың қатты түсу және таз болу қаупі кезінде келесі компоненттерден емдік қоспа дайындалады. Құрғақ түймедақ 1 ас қасық, лавр жапырағы 4 дана, розмари 1 ас қасық, лопуға тамыры 1 ас қасық, су 500 мл. Барлығын ыдысқа салып жақсылап араластырыңыз. 7-10 минуттай қайнатыңыз. Қайнаған қоспаны суытып, содан соң сүзгіден өткізіңіз. Осылайша қоспа дайын. Бас терісіне жағып 30 минуттай ұстаңыз. Содан кейін басыңызды әдеттегідей жуып тастаңыз. Жалпы бұл жапырақтың да зияны бар, соны ұмытпаңыз. Лавр жапырағында жеке төзбеушілік болған жағдайда түбегейлі бас тартыңыз. Сонымен қатар 5 жасқа дейінгі балаларға қолданбаңыз. Бүйрек, бауыр, жүрек, тамыр жүйесі ауруларының шиеленісу кезінде қолдануға болмайды. Жүктілік немесе емізу аналарға қолдануға болмайды. Бүгінгі шығарылым қызықтары пайдалы болса, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз.